Құлсары тұрғындарына өтемақы төлеу жұмысы аяқталып келеді. Бірақ баспанасы тасқын кезінде бүлінген 17 адам өтемақы сомасымен келіспей отыр. Ал 2633 тұрғын келісім шартқа отырып, тиісті қаржысын алған. Қазір бір бөлігі үйін жөндеуге кіріссе, тағы бірі бұзып, қайта салып жатыр. Берілген қаражатқа дайын баспана сатып алғандар да бар. Сондай-ақ өрсуы жарамсыз еткен аудан орталығындағы жолдар да қалпына келтірілуде. Аудан әкімі Жұмабек Қаражановтың сөзінше, Сәли Шәкірова 4-ші ауыл Сауран көшесіндегі асфальт қайта төселіп жатыр. Және су астында қалған зират аумағын қалпына келтіретін мердігер анықталып, жұмысқа кірісіпті. Биылғы жағдайдан дұрыстап сабақ алса керек, алдағы уақытта мұндай жағдайға жол бермес үшін әкімдік Қазсушар мекемесімен бірлесіп жұмысқа кірісіпті. Қазіргі таңда бізде Қазгидроводхоз ғылыми институты жұмыс жасап жатыр. Бұл институттың мақсаты осы Жылой ауданына алдында келген үлкен көлемде судың келесі жылда одан арғы жылға келген жағдайда алдын қалай аламыз деген мақсатта қазір жоба жасақтап жатыр. Бұл осы Жылой ауданына Жем өзенінің басталатынынан бастап Каспийге дейінгі аяқталатын жеріне дейін қазіргі таңда ғылыми зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда бізге Құрсай өзегі мен Жем өзенінің қай жерінің жаптарын көтеруге болады. Қайдында жерлерді біз тереңдетеміз. Сол жұмыстардың бастапқы нәтижелерін беріп жатыр. Біз осы жұмыстарды дереу бастауымыз керек. Себебі енді келесі жылға келетін судың мөлшері бұл енді белгісіз, қандай да себеп болмасын, біз әзірленуіміз керек осы жылға. Ахмет Ғабдылхасов, Думан Абылхайыров, Каспий Ньюс, Жылой ауданынан.